Қадірлі достар, сіздермен бірге болған тәтті тағамдар. Бүгін мен сіздерге осындай қып-қызыл красный бархаттың рецептімен бөлісетін боламын. Бір жегеннен аузыңда еритін өте дәмді осы тортты менімен бірге жасап көріңіздер. Сіздерге 100% ұнайтынына сенімдімін. Ендеше бізге жұмсақ сары май және 3 дана жұмыртқа қажет болады. Бірақ жұмыртқаларымызды бәрін бірден емес, біртіндеп салып, миксермен араластырып шығамыз. Сондай-ақ менің YouTube каналымнан басқа Инста арнамда 1 минуттық видеоның ішінде көптеген закускалардың, торттардың, выпечкалардың рецепттері бар. Сол парақшаға кіріп, жазылып кетуді ұмытпаңыздар. Жұмыртқамызды салып болғаннан соң, артыншақ бізге қант керек болады. Оны да салып, миксермен көпіргенше дейін араластырып шығамыз. Сұйық майымызды саламыз. Онымен қоса барлығын жақсылап миксерлеп шығамыз. Өзімізге керек ингредиенттерді салып болғаннан соң, басқа шұңғыр табаға електен өткізілген ұнымызды мен арнайы електе өткізіп дайындап қойғанмын. Келесіде бізге какао қажет болады. Обычный какао, оны да міндетті түрде електен өткізіп, осындай түйіршіктер қалмауы керек. Содан кейін бізге 2 қасық разрыхлитель немесе қопсытқышымызды салып, артыншақ шай қасықтың жартысын ғана содадан салып, ұнтақ заттарымызды бірге араластырып шығамыз. Өзімізге керек барлық ингредиенттер дайындап болғаннан соң, осындай ыдысқа мен дүкеннің айраны немесе үйдің айранды қолдана берсеңіздер болады. 270 мл айранға гелевый красительді қостым. Қызыл цветін аласыздар. Егер де сіз пищевой краситель алатын болсаңыз, жаңағы піскен коржыңыз қатты қызыл болмауы мүмкін. Сол себептен осы красительді қолданғаныңыз жөн. Оны айранға салып, жаңағы сұйық массамызға ақырындап құятын боламыз. Келесі кезекте дәл видеода көрсетілгендей ең алдымен ұнтақ затымызды және айран мен краситель қосқан сұйықтығымызды бір салып, барлығын миксермен араластырып шығамыз. Осы процесті бірнеше рет қайталап, қамырымыздың осындай қып-қызарған дейін күйіне жеткізетін боламыз. Егер сіздің қамырыңыз қатты қызыл болмаса, үстіне тағы да гелевый красительді қосып жіберіңіз. Сонда қамырыңыз осындай розовый болып шығады. Дайын қамырымызды 3 бөлікке бөліп шығамыз да, осындай формочкаға құйып шығамыз. Менде әр қайсысы 430 граммнан шықты. Формочкаларын салып болғаннан соң, беттерін түзілеп, біркелкі етіп, духовкаға 180-200 градусқа жіберетін боламыз. Міндетті түрде бетін ашпауларыңыз қажет. Ашатын болсаңыздар, түсіп қалуы әбден мүмкін. Ал оның піспегенін шанышқымен немесе обычным пышақпен тексерсеңіз болады. Осында үлпілдек болып шығу керек. Келесі кезекте біз кремін дайындайтын боламыз. Бұл кремнің атауы бәрі білетіндей крем-чиз, қарапайым кремнің түрі. Оған бізге салқын сливки, оны миксермен қоюлаған шайдың араластырып шығамыз. Осындай консистенцияда болуы қажет. Келесі кезекте 100 грамм қант ұнтағын саламыз. Барлығын араластырып болғаннан соң, артыншақ творожный сырымызды саламыз. Одан бізге 200 грамм қажет. Осымен бізге тортқа қажет креміміз дайын. Барлығын дайындап болғаннан соң, тортты жинай бастаймыз. Мен арнайы торттың түзу және кремнің ақ кетпеуіне железный кольцоны қолданамын. Ол өте
ыңғайлы болып келеді. Кремімізді жағып, бетін біркелкі етіп шығатын боламыз. Осы процесті тағы да келесі коржбен қайталаймыз. Тортымызды жинап болғаннан соң холодильникке 1-2 сағатқа жібереміз. Бетін пленкамен, целлофанмен жауып қойыңыздар, қатып қалмас үшін. Міне бізде холодильникте жатып шықты, өз формасына келіп, әдемі болып тұр. Тортымыздың шет-шетіне крем жағып, барлығын біркелкі етіп түзеліп шығамыз. Ал оны сәндеуге өздеріңіздің фантазияларыңызды қоссаңыздар болады. Мен бұл орайда жаңағы корждан қалған крошкаларды алып, шет-шетіне жағып шықтым. Торттың бетіне қалауыңызбен малинамен, клубникамен сәндесеңіз болады. Менде бұл замороженный, яғни қатқан малинадан салып шықтым. Осымен тортым дайын болды десе болады. Тағы бір нәрсе қосып сәндеймін десеңіздер, ол өзіңіздің қалауыңыз. Міне сиқырмен біздің тортымыз да дайын болды. Егер сізге осы видео ұнаған болса, каналыма жазылып, және инста парақшама жазылуды ұмытпаңыз. Өздеріңіз көріп тұрғандай, торт өте оңай кесіледі, өте нәзік, жұмсақ екені сырттан ақ білінеді. Бұл красный бархат торты міндетті түрде жасап көріңіздер. Сізге 100 емес 200% кеңес беремін. Ас болсын.